Neymeist. Мен доктор Виджаякумар Суббанмын, Ченнай, Апалымайнд ауруханаларының аға интервенциялық кардиологымын. Біз инфаркттың бейнелеуге негізделген бастапқы алдын алу туралы айтатын боламыз. Біз бәріміз жүрек соғысының өлімге әкелетін ауру екенін білеміз, және біз бәріміз оның біз үшін болуын болдырмауды қалаймыз. Осылайша біз дәстүрлі түрде бұл профилактиканы қолданамыз, яғни тәуекел факторына негізделген тәсіл деп аталатын тәсілге негізделген холестерин мен аспиринге арналған дәрі-дәрмектерді беру. Біз жасымызды, жынысымызды, қант диабетін, гипертонияны, темекі шегуді, семіздікті, отбасылық тарихты және осы сияқты тәуекел факторларын жүрек соғысының алдын алу үшін ем тағайындауда қолданамыз. Алайда біз бірнеше тәуекел факторы бар науқастарды кездестіреміз. Олар өмір бойы ешқашан жүрек соғысын бастан кешірмейді. Керісінше, тәуекел факторлары мүлде жоқ науқастардың 1/3 бәрібір жүрек соғысына ұшырайды. Осыны болдырмау және жүрек соғысына жоғары тәуекелі бар адамдарды жіберіп алмау үшін қазіргі уақытта бейнелеу әдісіне негізделген алғашқы алдын алу тәсілі енгізілді. Яғни, біз қатерлі ісікті емдеуде қалай әрекет етсек, мысалы, сүт безі қатерлі ісігін маммографиямен немесе тоқ ішек қатерлі ісігін колоноскопиямен ерте анықтасақ, дәл солай бейнелеу әдістері арқылы ми, жүрек және шеткері артериялардағы холестериннің ерте жиналуын көреміз. Біз ми мен шеткері қан тамырларын бейнелеу үшін ультрадыбыстық зерттеуді, ал жүрек қан тамырларын бейнелеу үшін жүрек кітісін қолданамыз. Осылайша, біз осы аймақтардағы холестериннің ерте жиналуын анықтаймыз. Егер ешқандай жиналу болмаса, жүрек соғысына шалдығу мүмкіндігіңіз өте төмен болады. Егер жиналу болса, сіздің тәуекеліңіз жиналған холестерин мөлшеріне қарай артады. Яғни, жиналу неғұрлым көп болса, жүрек соғысының қаупі де соғұрлым жоғары болады. Және сізге алдын алу үшін ең жоғары деңгейдегі дәрі-дәрмектер тағайындалады. Осы тәсілді қолдану арқылы тәуекелі төмен адамға артық ем тағайындау, немесе тәуекелі жоғары адамға жеткіліксіз ем беру мүмкіндігін толықтай болдырмауға болады. Жүрек соғысының алғашқы алдын алуын бағалау мен емдеуде дәл осындай жолды ұстану керек.